Саламатсыздар ма? Мен Рахимова Анар Сайлауовна, Қарағанды облысы Теміртау қаласы нөмір 4 жалпы білім беретін мектебінің биология пән мұғалімі. Биология 9 сынып. Сабақтың тақырыбы: тұқым қуалаушылық заңдылықтарының цитологиялық негіздері, моногибридті будандастыру, басымдылық заңы, ажырау заңы. Сабақтың мақсаты: моногибридті будандастырудың цитологиялық негіздерін дәлелдеу және есептер шығару. Өткен тақырыппен жаңа сабақты байланыстыру мақсатында мына сұрақтарға жауап беріңіздерші. Генетика нені зерттейді? Дұрыс. Генетика тұқым қуалаушылық пен өзгергіштікті зерттейтін ғылым. Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік дегеніміз не? Тұқым қуалаушылық тірі ағзалардың табиғи қасиеттерінің ұрпаққа берілуі. Өзгергіштік ұрпақта жаңа қасиеттің пайда болуы. Мендель не себепті бұршақ өсімдігін алды? Иә, бұршақ таза сорт тармақты өсімдік. Мендельдің зерттеу әдісі: гибридологиялық әдіс. Мендельдің заңдары: өте дұрыс. Басымдылық заңы, ажырау заңы, гаметалардың тазалық заңы. Генетикалық есептерді шығару үшін біз міндетті түрде генетикалық таңбаларды білуіміз керек. Ата-ана белгісі П әріпімен белгіленеді. Шағылыстыру белгісі X. Аналық Венераның қол айнасы. Аталық Марстың қалқаны мен найзасы. Ұрпақтар F. Бұл жерде F1 дегеніміз бірінші ұрпақ, яғни балалары. F2 екінші ұрпақ, немерелері. F3 үшінші ұрпақ, шөберелері деп кете береді. Басымдық доминантты белгісі үлкен әріппен белгіленеді. Басымдылық рецессивті белгісі кіші әріппен. Гомозигота доминантты аллель немесе рецессивті аллель. Гетерозигота моногибридті будандастыру тек бір белгі бойынша зерттелетін үдеріс. Мендельдің тәжірибесін негізге ала отырып, есептің шығару жолын қарастырамыз. Мендельдің тәжірибесінде сары бұршақ пен жасыл бұршақ алынды. Сары бұршақ ол доминантты басымды белгі. Ал жасыл түстісі ол рецессивті басылыңқы белгі. Енді осы тәжірибені есеп ретінде жазып шығайық. Белгілені сары және жасыл түсті бұршақ. Сары ол бізде доминантты, а жасыл рецессивті. Сары түсті ол аталық, жасыл түсті аналық. Енді осыларды біз табуымыз керек. Бірінші ұрпағын және екінші ұрпағының фенотипін. Шешуінде біз жаңағы осы бұршақтардың аталығы мен аналығын шағылыстырамыз.
Енді бұл есептің берілгенімен дұрыс құралған. Енді біз осы ата-аналардың гаметасын табамыз. Әрбіреуінің жеке өзінің гаметасы бар. Міне, доминантты белгіден гамета. Бір гамета, мына екінші гамета. Рецессивті белгі аналықтан жасыл түсті. Бір белгі, екеу. Енді осы гаметалар, 4 гамета пайда болды. Осы 4 гаметаларды біз пинет көзіне саламыз. Пинет көзіне салған кезде мына жаққа біз аталықтың белгісін қоямыз. Аталықтың мына гаметалар, бір гамета, екінші гамета. Бұл доминантты белгі. Ал астыңғы жаққа біз рецессивті аналықтың белгісін қоямыз. Енді осылардың қосындысын табамыз. Қосындысын тапқан кезде міне бізде болады доминантты сары түсті мен рецессивті жасыл түсті. Яғни гетерозигота болады екен. Бір ұрпағы. Екінші ұрпақта да бұл жерде де міне сары түсті мен жасыл түсті рецессивті. Яғни гетерозиготалы сары түсті болады. Үшінші ұрпақ тағы сары және жасыл. Төртінші ұрпақ ол да гетерозиготалы сары шығады. Сол кезде бізде жаңағы ұрпақтар гетера сары болады екен. Сары. 4 ұрпақтан. Енді бұны біз жазған кезде бірінші ұрпақта біз алдық. Гетера сары. Яғни бірінші ұрпақта бәрі гетера сары болып шықты. Бұл нені білдіреді? Бұл жаңағы Менделдің басымдылық заңын көрсетеді. Енді екінші ұрпақ. Екінші ұрпақты табу үшін біз осы Мендел мына шыққан бірінші ұрпақтың тұқымын қайта келесі жылы себеді. Енді екінші ұрпақты табу үшін біз ата-аналарын екінші ұрпақта, бізде жаңағы айттық қой, бірінші ұрпақта шыққан гендерін жазамыз. Яғни ол бізде гетера сары болды. Гетера сары, анау осылай шықты, я? Яғни біз жаңағы сары, жасыл, рецессивті, сары, доминантты және рецессивті. Яғни мына осындай гендер не болды. Одан кейін олардың гамета, қандай гамета болады? Міне аталықтарда және аналықтарда. Аталықтарда доминантты сары және рецессивті жасыл түс болады. Доминантты аналықты сары және рецессивті жасыл түс болады екен. Енді бұны тағы пинет көзіне салуға болады. Не болса тағы бір оңай тәсіл, ол жаңағы мынау бірінші аталық доминантты генді бір аналықтың гаметасымен. Сол кезде бізде шығады екі бірдей доминантты белгі. Міне бірінші ұрпақ. Яғни бірінші ұрпақ қандай болады? Гома сары. Ал енді екінші осы гаметаны аналықтың екінші гаметасымен қосқан кезде бізде қандай зигота шығады? Доминантты А мен, міне мына жерде рецессивті қосылады. Сол кезде бұл жерде бізде болады гетера сары. Себебі бұл жерде доминантты сары түс болып тұр. Енді аталықтың екінші гаметасы аналықтың гаметасымен, доминантты гаметасымен, онда бізде зигота болады тағы гетера сары. Гетера сары. Ал егер де жаңағы осы аталықтың рецессивтісі
аналықтың рецессивтісімен бізде екі жасыл түсті болады екен. Гома жасыл, бірақ рецессивті. Сонымен екінші ұрпақта бізде болады. Қарап отырсаңыздар, бір гома сары, екі гетара сары. Енді бұларды үшеуін қосатын болсақ, сол кезде бізде болады үш сары және бір жасыл. Яғни ара қатынас 3:1 болады екен. Бұл бізде Мендельдің ажырау заңы. Яғни жаңағы рецессивті жасырыңқы белгі ұрпақта пайда болады екен. Тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Терминдердің мазмұны. Сәйкес келетін терминдер мазмұнын табыңыздар. Жауабы. Екінші тапсырма. Есеп шығару. Деңгейлік есептердің шығару жолдарын көрсетіңіздер және жауабын салыстырыңыздар. Үйге тапсырма. 34-ші параграфты мазмұндау. 164-ші беттегі нөмір 2-ші есепті шығару. Және сіздің көзіңіздің, шашыңыздың түсі кімнен тұқым қуалағанын анықтаңыздар. Әкеңізден, шешеңізден, атаңыздан, әжеңізден. Сау болыңдар.